Аңызға сәлем достар, бүгін біз сарымсақ пен жасыл пияз қосылған лепешка дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы сүт керек, дрожжимызды қосамыз, қант қосамыз және бір жұмыртқа қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Енді тұз қосамыз, көзбен өлшеп қосамыз. Кішкене ұн қосамыз да електен өткізіп ертілген магазин майын қосамыз. Достар, осылай ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп ақырын-ақырын қосып отырамыз. Енді қамырымызды осылай қолмен илеп, жақсылап тұрып иін қандырып, осылай 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Ал міне біздің нанымыз көтерілді. Қазір аламыз да бұны 2-ге бөлеміз. 2 лепешка шығады бізде. Енді қамырымызды осылай оқтаумен жазамыз, қалыңдығын 1 сантиметрдей қыламыз. Енді еріп тұрған магазин майына жасыл пиязымызды, сарымсақ, құрғақ қосамыз және кішкене тұз қосып, осылай араластырамыз. Енді нанымызды противеньға жасап, үстінен осындай квадратный тіліктер жасаймыз. Енді осы тіліктердің үстіне таяқшалап кесілген сырды саламыз. Менде моцарелла сыры, бірақ бұл міндетті емес. Енді бетіне жаңағы жасаған соусымызды жағамыз жақсылап тұрып. Содан кейін 200 градус қызып тұрған духовкаға 20-30 минутқа салып аламыз, духовкаңызға қарай. Достар, міне біздің сырно-чесночный лепешкамыз дайын. Өте жұмсақ болып шықты наны. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет, сондай дәмді болып шықты. Достар, видео ұнаса, каналыма қолдау көрсетіп тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын.